Mына жерге 16 қосу 9 деп жазайын. Не болады? 25 болады. Жарайды. Сіз мынаған қарай айтасыз, бұнда тұрған не бар деп? Аха. 4-тің квадраты, қос 3-тің квадраты тең болады 5-тің квадраты. Аха. Ал, бұл нені білдіреді? Пифагор. Ой, мынау бәрі білшеген ғой. X квадрат, қос Y квадрат, тең Z квадрат дейді. Бұны жазғанда біз Пифагор есімізге түсіреді. Дұрыс қой. Бірақ мен Пифагор тимей қояйын. Мен кішкене бүйтіп жазайын. Мәселенки 24 қосу 1 тең болады 25-ке. Бұдан не қызық байқауға болады? Факториал дейді. Факториал айтып кетейін. 4 факториал дегеніңіз 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 4, 24. Факториал дегеніміз осы санға шейінгі бүтін санын көбейтсе деген ғой. Енді мен бүйтейін бұны. 24 қосу 1-ді бүйтіп жазайын. 24 қосу 1 4 факториал қосу 1 тең болады 5-тің квадраты. 5-тің квадраты деп жазайын, Қармағыра жалғастырайын. 5 факториал қосу 1 тең болады 11-тің квадраты. 11-тің квадраты. 121 болады. 5 факториал 120 ғой. Дұрыс па? Осындай қасиеті бар, тағы да сан бар ма? Бар. 7-тің факториал. Тоқта, сен білгіш бала екенсің. Мұғалім ғой бұл? Түсінт па? Жарайды, мақұл. Мақұл, жарайды. Түсінт болсаң, мақұл, жарайды. 7 факториал қосу 1 тең болады 71-тің квадраты. 71-тің квадраты. Жарайды. Ал, енді осындай қасиеті бар, тағы басқа сан бар ма? X факториал қосу 1 тең болады Y квадрат дейді. Осындай 4-ші сан бар ма? Мінекей. 1, 2, 3 жағдай кездестірдік. 4-те 5, 5-те 11, 7-те 71. Енді жерде 2 сұрақ. X-пен не керек? Осыны қалай табамыз? Ал, айта аласың ба? Дәл қазір емес. Дәл қазір емес. Қашан айтасың? Тойыңызға подарка болады. Подарка. Хорошо. Кім біледі, ертең осы ағамыздың есебінің шешімін тауып, ертең әлеуметтік желілер сіз жайлы де және сіз жайлы, Айбек, жарыса жазатын шығар. Сол сияқты 7-тің факториал қосылған 171, X-тің факториал қосылған 1. Енді бұл жердегі ең соңғысында мынау 771 сұрақ белгісі осы мәселе бойынша. Ал бұл есепті Python тілінде ен деп алайық. Пәлен санға дейін деп алайық өзіміз. 1000-ға дейін дейміз ба, 100-ге дейін дейміз ба. Сол бойынша input деп мына белгісін қояйын. Енді for цикл бойынша for i range 1-ден бастап ең қосылған 1-ге дейін. Бұл ең қосылған 1 дегеніміз, мысалы ең 5 болатын болса, ол 1, 2, 3, 4 деген 1, 2, 3, 4, 5 дегенде 5-ті алмай қалады. Сондықтан ең қосылған 1 десек, енге дейін санды алады. Бұлайша айтқанда 5 сан десек 5 алады. Мысалы қазір 5 деп жерге қоса ең деп қоятын болсам, онда 1, 2, 3, 4 деп қана алады, 5-ті алмайды. Сол сияқты. Енді ары қаратай бізге есептің шарты бойынша S деген факториалды есептеуіміз керек. Ол i-дің көбейтіндісі. I-дің көбейтіндісі. Мына жерде S тең 1-ге тең деп алайық. Өйткені 1 мен S мына жерде 1 деп жазбайтын болсақ, әрқандай сан 0-ге көбейтсек 0 болып кетеді. Сондықтан соны жазып аламыз. Енді A тең болады S қосылған 1. Әр факториалға 1-ді қосқан кезде. B тең болады. Енді по деген түбірасынан санды шығарамыз. A-ны 0,5 түбірасынан шығарған кезде. 0,5 деген түбірасынан шығарған кезде еп шарт бойынша B тең болады ин B-ға дейміз да, енді шығарымыз керек.
Прим и пробел арақашықты сақтасын. Ин сосын б дейін. Ал есепті көрейік. Бұл жерде бізге мысалы мен 30-ға дейін деген санды алайын. Мысалы 4-те 5, 5-те 7, 7-те 11, 30-да мындай. 30-дың факториалына 1-ді қоссаңыз, мындай сан шығады дейсің. Или мына санның квадраты 30-дың факториалына тең деген сөз. Осы санның квадраты 30-дың факториалына тең. Енді ары қаратай және де 100-ге дейін санды алайық. 100-ге дейін санды алайық. 100-ге дейін сандасақ кетті. 100-ден ары қаратай бұл заңдылық қайда 30-дан ары қаратай орындалады екен. 30-дан 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 50, 51, 80, 81, 30-дан ары қаратай орындалып кетеді екен. Осы заңдылықтар орындалады екен. Әрқандай сан 30-ның факториалына 1-ді қосса, мына санның квадраты, 31-дің факториалына 1-ді қосса, мына санның квадраты деген сияқты осылай жалғасып кете береді екен.